Әңгімені әрбір бала үшін қызықты етіп айтып беру қиын болып көрінуі мүмкін. Өйткені сыныпта әңгіменің әрқайсысына қалай әсер ететінін бірден түсіне алмауыңыз мүмкін. Алайда сторителлинг бүтін істің бір бөлігі ғана екенін есте ұстаған жөн. Сеанстан кейін балалар далаға шығып, егер сіз мысалы мәдениет немесе сәулет туралы әңгіме айтып берсеңіз, ғимараттарға қарап, олар туралы басқаша ойлай бастаса, әңгіме әсер еткені анық. Осылайша, сторителлинг сеанс барысында ғана емес, одан кейін де әсер етеді. Сонымен қатар әңгіме айту мен әңгіме алмасу екі түрлі ұғым екенін білген жөн. Оларды кейде өзара шатастырып жатады. Әңгіме айту дегеніміз, сіз дайындықпен келіп, кейде белгілі бір мақсатпен, белгілі бір техникамен әңгіме айтып беруіңіз. Әңгіме алмасу болса, сіздің әңгімеңіз тыңдаушыларды өз әңгімелермен бөлісуге шабыттандырған кезде орын алады. Бұл әсіресе балалармен жиі болады. Сіз бір оқиға туралы әңгіме айтасыз, ал олар соған ұқсас әңгімесімен бөліскісі келеді. Мұнда әңгіме айту мен әңгіме алмасу өзара үйлесіп кетеді. Кейде біреу аяқталып, екіншісі басталады. Сондықтан екеуін өзара ажырата білу керек. Кері байланыс неліктен маңызды? Соңғы маңызды мәселеге келсек, әңгіме айтудың жақсы тәжірибесі кері байланыс сұрау. Сеанс біткенде аудиторияңызға әңгіме ұнады ма, әлде одан да көбірек тыңдағысы келді ме? Әсіресе балалар. Анық білмейсіз. Сондықтан олардың пікірін аудиторияңызға не ұнағанын, не ұнамағанын білуге деген шынайы құштарлықпен сұрау маңызды. Кері байланыс алған соң, әдіс тәсілдеріңізді, ұсыну жеткізу амалдарын өзгертіп, келесі жолы әңгімеңізді бұрынғыдан да қызықтырақ ете аласыз.